Және имам Шафии рахимахуллах айтады, яғни фарыздардан кейін ең абзал амал ол білім талап қылу дейді. Және имам Шафии рахимахуллах айтады, «Тааллам фалейсал мар'у юладу алиман». Айтады, білім талап қыл, өйткені адам не ғалым болып туылмайды. «Валейса аху айлмин каман хуа жахилун». Өйткені білім иесі ол жахил екеуіне тең емес дейді. Кейін айтады, қараң. «Ва инна кабирул қауми ла илма индаху сағирун идал тафат алейхил жахафилу». Айтады, қауымның, адамдардың ішіндегі жасы үлкен адам дейді, егер білімі болмаса, адамдардың алдында ол дейді не кішкентай болып есептеледі. Қараңыз, үлкен жасты кісі егер білімі болмаса, адамдардың алдында жиналыста ол кішкентай болып есептеледі. Ал егер жасы кіші бала білімі болса, жиналыста ол дейді үлкен болып есептеледі дейді, білімі болса. Көрдіңіз бе?